ертен шыққан желім батыр. Баяғы уақытта бір кемпір бар екен. Оның 3 баласы болыпты. Ол кемпірде түк мал болмапты. Күнелту үшін базарға жусан алып барып сатады екен. Сатқан жусанынан түскен табысын тамақ алып ішіп отырғанда әр күн 5 тиын артылып қалады екен. Бір күні сол артылып қалған 5 тиындарын санаса көп ақша болып қалыпты. Қыс болып келе жатыр. Балаларыма шапан әперейін деді де қалаға барып 3 баласына 3 шапан алып үйіне келеді. Үйіне келгеннен кейін кемпір үлкен баласына: ауылға барып байғазы сұрап кел дейді. Баласы мақұл деп қуанып барып жатса, тұман болып адасып кетеді. Оның артынан ортаншы баласы: мен де ағамның артынан барам деп кетіп бара жатса, жолда жолбарыс шығып оны жеп қояды. Онан кейін кіші баласы: мен де барам, олар келмей кетті деп шешесінен сұрайды. Шешесі жібермейді. Жылап қоймағаннан кейін жібереді. Бара жатып адасып бір тамағы келеді. Кім бар екен деп әйнегінен сығаласа 3 дәу жатыр екен. Оятсам өлтіреді деп бала жан-жағына қараса, 50-60 кілт ілулі тұр екен. Соны алып басқа таптарды ашуға кіріседі. Барлығын ашпайын, 1-2 ғана ашайын деп бір тамын ашса, 3 тұлпар тұр. Үшеуін таңдап бір қара тұлпарға мінеді. Таманды ашса, 3 сауыт, 3 қылыш, 3 ер, 3 найза, 3 мылтық, 3 садақ тұр. Олардан да таңдап ең жақсысын алады. Сауытты киіп, ерді ертіп, қылышын мылтары асынып, дәудің есігінің алдына шығып, бала: кім бар, кім бар деп айқай салады. Бір дәу: мен бармын деп шыға бергенде, бала қылышпен басын кесіп алады. Екінші дәу: жаңағы бізге бермей өзі жеп жатыр ма деп шыға бергенде, бала оны найзамен шаншып тастайды. Үшінші дәу: менің 2 інімді өлтірген қандай дәусің деп ақырып шығады да: алыспақ керек пе, атыспақ керек пе дейді. Атыспақ атсан басын алған, алыспақ керек дейді бала. Екеуі сол жерде 3 күн 3 түн алысып, бала дәуді әбден шаршатып, үйіне жандығы құдыққа итермелеп тығып, аузын таудай таспен бекітіп тастайды. Онан кейін еліне барып, шешесін ертіп келіп, дәудің үйін өзіне үй қылып алады. Бала күнде аңға шығады. Күйе, құлан және басқа аңдарды атып әкеліп күнелтеді. Бір күні бала аңға кеттерінде шешесі шақырып алып, құдықты көрсетіп: мына құдықты ашпа дейді. Баласы аңға кеткеннен кейін кемпір тасты көтерсе, құдықтан өрлеп бір дәу шығып келеді. Сен өлтірем деп ақырды дәу. Кемпір: өлтірме, мен саған әйел болайын дейді.
Сол жерде кемпір дәуді құдықтан шығарып алып, үйіне әкеліп тамақ береді. Бір сандыққа салып қояды. Балаңға кетсе шығарып алып дәумен ойнап күліп отырады. Кешке келерде сандыққа салып қояды. 9 ай 9 күн болғанда кемпір бала табады. Баласын қай жаққа тығарын білмей дәуден ақыл сұрайды. Бүгінше ептеп тыға тұр. Ертең бала аңғай кетерде мен тұлпарымды мінде сен баланың аңнан келетін жолына апарып бір ошақ қазып соны ішіне кигізге орап тыға қой. Егер бұл шын менің балам болатын болса, менің атым сол жерден өте бергенде көрінеді. Сонда аттың аяғы бір тасқа тиіп, тасын сынағын ұшып барып баланың денесін тиеді. Онан кейін бала жылайды. Ғаннан кейін балан аттынан түсіп баланы саған әкеледі. Әже, мына баланы бақ, маған серік болсын дейді. Сонда сен, балам, сен ақылыңнан адасқан екенсің. Бұл бала перінің баласы ма, жынның баласы ма? Қайтып апарып таста де. Онан кейін апарып тастайын деп әкете бергенде, әкеш, сен үшін бағып берейін деп айт дейді. Кешке кемпірдің баласы келеді. Таң атқаннан кейін ұйқыдан тұрып, күнде миніп жүретін атын ертіп жатқанда кемпір, қарағым, дәудің қара тұлпарын мініп бұл ат шаршады ғой. Бүгінше тынықсын дейді. Бала шешесін сөзін мақұл көріп, қара тұлпарға мініп аңға кетеді. Артынан кемпір барып, бір жерошақ қазып, соған кигізге орап баланы тығып келеді. Кешкі баласы аңнан келе жатып, жерошақтың тұсынан өте бергенде аты сүрініп кетеді. Аяғы бір тасқа тиіп, тас ұшып барып, ошақтағы баланың денесіне тиеді. Бала шыр ете түседі. Аттан түсіп қалып, баланың алып үйіне әкеліп, шешесіне, әже, мына баланы бақ дейді. Шешесі, балам, сен ақылың адасқан екенсің. Бұл бала перінің баласы ма, жынның баласы ма? Қайтып апарып таста дейді. Бала апарып тастайын деп кете бергенде кемпір, әкеш, сен үшін бағып берейін дейді. Оның атын жерден шыққан Желім батыр қояды. Желім батыр бір күнде бір жасқа, 2 күнде 2 жасқа келеді. 10 күнде 10-ға келеді. Бір күні дәу кемпірге, балам ер жетіп қалды. Сандықтың бір жерін тесіп қой, баламды көріп отырсам, ішім жарылып кетеді дейді. Кемпір мақұл көріп сандықтың бір жерін тесіп қояды. Бір күні кешке 2 баласын кемпір әңгімелесіп отырғанда, жерден шыққан Желім батырдың көзі сандықтың ішіндегі тесіктен қарап жатқан дәудің көзіне көзі түсіп кетеді де, аға, көз жылтырайды дейді. Ол кім? Деп ағасы қарай бергенде дәу сандықтан шыға келеді. Сол жерде екеуі таң атқанша алысады. Бір уақытта дәу шықшы болады. Сонда бала шешесіне, менің аяғымның астына талқан, дәудің аяғының астына тары сеп дейді. Шешесі баласына қастық
қылып дәудің аяғының астына, талқан баласын аяғына тары себеді. Бала оның бетер тайғанап жылып бара жатқанда жерден шыққан Желім батыр қайдасың дейді. Желім батыр жүгіріп барып дәудің басын кесіп алады да ашу үстінде шешесін жұдырықпен бір қояды. Желім батырдың жұдырығына не шыдасын, кемпір де сеспей қатады. Ертеңіне ағасы Желім батырға: «Қарағым, анаға барып аң атып келейік, сонан соң мен қалаға барып келейін» дейді. Сөйтіп екеуі аңға шығып кетеді. Бір айлық аң атып әкеледі. Ағасы қалаға жүрмекші болады да Желім батырға: «Мен қамшымды босаға іліп кетемін. Кешсем соны алып, ағам қайдасың деп іздесін» дейді. Ағасы кетеді. Сондан күн өтеді. Ай өтеді, жоқ. Бір жыл болады. Келген жоқ. Бір күн Желім батыр ағасын сағынып уайымдап отырса, босадағы қамшыдан қан тамып тұр. Ух, ағам» деп қара тұлпарын ертіп мініп ағасының артынан қалаға іздеп кетеді. Бірнеше айлар жүріп қалаға жетеді. Барса, біреудің ағасы ханның қызына ғашық екен. Ол қызға ғашық сол жерде бір дәу бар екен. Оны өлтірем деп барса, дәу ағасын өлтіріпті деп естеді. Бұл сөзді естіген соң не де болса сол дәуді барайын деп жолға шығады. Жолда ханның үйіне барып кетпекші. Барса, ханның есігінің алдында жүрген қатындар: «Күйеу» деді. Себебі Желім батырдың түрі ағасынан айнымайды екен. «Күйеуі несі?» деп Желім батыр таң қалады. Қатындар Желім батырда ханның қызына алып барады. Сөйтіп Желім батыр жеңгесімен танысып сырласады. Ертеңімен тұлпарын дәудің үйіне барып сөйлеспек болады. Желім батырға соң дәу шыға келеді. Желім батыр: «Менің ағамды өлтірген сен екенсің. Ағамның орнына қызынды бер, болмаса басынды аламын» дейді. «Кел, алысайық. Қайсымыз жақсы, жақынымыз жығылғанымызды сөзсіз басын кесейік» дейді. Екеуі алыса кетеді. Желім батыр күш басым келіп жақпақшы болады. Сонда дәу: «Жақпа, ағаңды өлтірген жоқпын, тауып берейін» дейді. Ағасы үйінде бір тереге орап қойған екен. Бірақ бір сөзім бар. Ағаң хан қызына ғашық екен. Оған мен де ғашық едім. Бір күні ағам мені хан қызына ғашықтығымды естіп, мені өлтірмек болып келген екен. Мен шығып едім. Сөз қатпай алыспақ керек пе, атыспақ керек пе?» дейді. Сол жерде екеуміз алыса кеттік. Бір уақытта мен жағатын болдым. Онан кейін ағаң мені білдірмей бір жерге сақтап қой» дейді. «Неге?» деп едім. «Менің бір інім бар, жалғыз қалды. Сол батыр болса бір келер. Оған шейін өлтірмесен ұста. Келмесе
өлтіргеніне ризамын, деді. Сонан кейін мен осының обалына қалмайын деп өлтірмеп едім. Енді сен келдің, сен бір ер екенсің, мен саған бас ұрып қызымды берейін, дейді. Сол жерде дәудің қызын желім батыр алып, ханның қызын ағасы алып, екеуі еліне қайтып, мұрат мақсатына жетеді.